Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыз. Қош келдіңіздер. Қанекей, топқа бөлінейік. Келіңдер. Сендер арқылы топқа бөлінейік. Жақсы балалар, саламатсыңдар ма тағы? Ашық сабағымызға қош келдіңдер. Балалар, өткен сабағымызда біз қайта өттік. Заңсыз амалы және төтеншенің сөйлемдері. Балалар, енді үй тапсырмасын ойымызға түсірейікші. Кім жылдам ойын арқылы тез-тез түсіріп шығайық. Заңсыз амалы дұрыс па? Негізі айта ғой. Жоқ, мен ойымша заңсыз анаулау дұрыс емес. Өйткені заңсыз анаулау біздің еліміздегі киелі жануарларды жоқ қылдырып жібереді. Ол тек қана киелі емес, әрі сирек болып келеді. Ол сені айта ғой. Заңсыз аулау қазір ғана дұрыс емес. Себебінде қазіргі біз яғни өзіміздің табиғатымыздағы немесе қызықтарымыздағы жаңа киелі жануарларды ата берсек, біздің табиғатымыздан құртылады және жануарлардың да саны азая бастайды. Және де заңсыз аулаумен қатар қазір балық аулау шығып жатыр. Қазір көбінесе 9 күннің ішінде, бір күннің ішінде 9 күннің ішінде 129 жаңағы заңсыз аулау несі болады, тәркіленіп жатыр. Сол үшін заңсыз аулау дұрыс емес. Жақсы, балалар, енді заңсыз аулаушылар қандай жауапкершілікке? Жаңа айтты ғой, жауапкершілікке тартылады деді ғой. Енді қандай жауапкершілікке тартылады екен? Айта ғой. 7 миллион мен 18 миллион арасында айыппұл төлейді немесе 6 және 10 жыл арасында түрмеге қамалады. Жақсы. Балалар, сосын кейін өткен жолы көсемшені өттік, иә? Көсемше дегеніміз не? Ата. Негізгі қимылда амалды оны айқындап белгілеп тұратын қызметті атқару және де етістіктің түрі болғанына көсемше деп атаймыз. Жақсы. Көсемшенің қандай жұрнақтауға? Дастан арқылы. Көсемшені жұрнақтауға А, Е, И, Ы, Д, П, ғалы келі, қалы келі. Жақсы. Көсемшеге мысал келтірейікші. А, Е, И, Ы, П дедік қой. Енді Ол айтты, яғни бұл жақта П сосын П ол көсемшенің жұрнағы болып саналып тұр. айтып, Т, иә? Көріп, Т, иә? Жақсы. Балалар онлайн сабақ оқығалы, сабақты дұрыс түсінбей жүріп, яғни болғалы, яғни ғалы жаңа көсемшенің Жұрнақтар, иә? Тамам, айта ғой. Сыпайы сызып айтады. Бұл жерде сызып тұтап деген жұрнағы. Жақсы. Сонымен балалар, көсемшені өткен сабағымызға күн жылдам ойын арқылы шолу жасадық. Балалар үй жұмысына жақсы жауап берген бізде ескерді. Күн жылға және жақта аяуланған. Ынталандыру өте жақсы. Балалар, біз тақтада не қойып тұрмыз? киелі жануарларды. Киелі жануарлар. Киелі жануарларға не жатады екен? Сосын дәуір. Ал ортасында не қойып тұрмыз? Сосын не істеп тұр? Иә, браконьерлер атайын деп тұр, иә? Жақсы, балалар, енді біз киелі жануар дедік және браконьерлерді көрдік, иә? Жақсы. Бұның бізге жаңа сабақта қандай қатысы бар деп ойлайсыңдар? Бұл киелі жануарларды не істеу? Бұл жерде заңсыз аулау, иә? Киелі жануарларды аулау, заңсыз аулау. Енді осы жерде балалар киелі жануарларды аулау, заңсыз аулау дейміз. Бұл негізінде не үшін аулайды? Елдер аулайды, сол кезде не үшін аулайды? Киелі жануарларды не үшін аулайды? Киелі жануарларды аттансайды, ол өздерінің пайдасы үшін алады. Яғни оларды сатама, терісінен басқа жаққа жібереді, немесе мүйізін сатып үйренеді, солай сол үшін, яғни өз пайдасына асыру үшін деседі. Жақсы. Сонымен біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы балалар киелі жануарларды аулау, сауық және сауда. Балалар, біз қазір бейне жазбаны көреміз. Бұл жерде киелі жануарларды аулау, сауық сауда тақырыбында сендер түртіп алу әдісін жасайсыңдар. Осы жерде не істейсіңдер? Сендер бейне жазбаны көре отырып, кілт сөздерді табасыңдар. Одан кейін сендерге сұрақ беремін. Киелі деген сөз не мағына береді? Оны қалай түсінеміз? Киелі жануарларға не жатады? Киелі жануарлар деп неліктен айтады? Олардың қандай қасиеті бар? Неліктен? Осы сұрақтарға бейне жазбаны көре отырып, дайындалып отырыңдар.
бейне жазған балалар мұқият тыңдаңдар. Ары қарай тапсырмамыз осы бейне жазба арқылы болады. Саудама. Киелі жануарлар айрықша қадірлердің тіршілік иелері. Қазақ халқының дәстүрлі наным сенімінде, әдет ғұрпында киелі жануарлар жақсылықтың жыршысы. Кәделерді ұстамау, киелерді құрметтемеу жоқшылыққа душар етеді. Қазақ халқының наным сенімдеріндегі киелі жануарларды көбінесе діни ұғымдармен байланыстырған. Халқымызда киелі жануарларға құмырсқа, өрмекші, дәуіт, тасбақа, қарлығаш көп. Ол киелі елде қалсын дегенді білдіреді. Алайда егерде төрт түр қазіргі күнге дейін азығымыз болып келе жатса, табиғаттағы жабайы аңның жағдайы басқа азаяр емес. Кең даланың киесі, символы. Бейне жазбаны көрдік. Түртіп алу әдісі бойынша қандай кілт сөздерді қайтып бірінші біз ал сауда тобы. Бірінші балалар киелі жануарлардың алдарындағы аттарын атап шығыңдаршы. Қатты дауыстап шығыңдар. Өрмекші, Жылқы, түйе, сиыр, қарлығаш, құмырсқа. үкі, төрт түлік мал, құмырсқа, өрмекші. Және киік пен тұна. Енді кілт сөздерді айтып шығыңдар. Кілт сөздер браконьерлік, кесір, киесі, бақыт, әдет ғұрып, киелі, еңбек, наным сенім, байлық символы, киелі жануарлар, береке, ырым құрмет, дала аңы. Қанша сендерде? Ал. Бізде 6. Санай беріңдер. Екінші топ. Сауық тобы. Бізде қой, жылқы, және де Киелі жануарларды атап шығыңдаршы. киелі жануарлар. Төрт түлік мал, құмырсқа, өрмекші, түйе, қой, қарлығаш, аққу, сиыр, жылқы, және де бүркіт. Сонымен сауда тобы қанша кілт сөздерді? 15 кілт сөз. Ал сауық тобы қанша кілт сөзді таптыңдар? Қанша? 16 кілт сөз таптыңдар. Жақсы. Сонымен қай топ бірінші жеңістерді? Сендер ма? Сауық тобы өте жақсы. Сендер де жақсы. Келесі. Саған берген де. Біздің ұталарымыз. Дастан беріп жұмысам. Беріп қалысам. Енді балалар сұраққа жауап берді. Бағанадан бері бейне жазған көрді. Енді киелі деген сөз не мағына береді? Қалай түсінеміз? Табиғатта ерекше жазылған тиісуге болмайтын өсімдіктер жан-жағынан. Тағы жауап беріп отыр. Киелі дегеніміз қандай да бір зат, немесе жануар, құстарға тән қимыл. Олар табиғатта ерекше жазылғандар болып саналады. Киелі жануарларға нелер жатады? Жауап беріп. Киелі жануарлар, аққу, бүркіт, киік, өрмекші, жылқы, төрт түлік мал, құмырсқа жатады. Құмырсқа жатады екен. Неліктен оларда киелі деп айтамыз балалар? Көбінесе ата-бабамыз наным сенімдерге сене бастаған, және де олар мысалға жылқыны алсақ, ол бізге көбінесе көлік ретінде, азық ретінде көмектескен, және де ол бізге барынша сене бастаған. Тағы да алсақ, мысалы үкінің қауіпсіздігі бізге бесік келсек, ол сәбиді басқа жындардан қорғайды деп санамам, және де добыраға үкінің қауіпсіздігін алсақ, оны киелісі деп, үйде киелі зат бар деп санайды. Сол үшін де біз оны наным сенімдерге қарай кие деп санаймыз. Өте жақсы. Жақсы.
қосып өтсек, бұл жерде арқа бар. Арқа оны жаңағы бізде ата бабамыз тұяғымен жаңағы өзі бізге көп шипасын береді деп айтып өткен. Және де дәуір қарлығаштың балапандарын жаңағы жыланнан құтқарып қалған еді. Мен бейнес балам киелі жануарды жай әшейін өлтіруге болмайтынын түсіндім. Оларды өлтіре алдын бірінші Алладан кешірім сұрап, өз дененен қан шығарып, одан кейін мысалы аққуды өлтірген кезде менде азық жоқ, сенде жазық жоқ деп бірақ өлтіру керек. Сосын тағы да түсінгенім киелі жануарларға ырым жорасын жасап, көмектесу ол адамға бақыт құт байлық береді деген ұғым бар. Егер де көмектеспесе кедейлік бақытсыз болады деген ұғым бар. Бұл бейне жадығыда киелі жануарларды өлтіруге болмайтын және де олардың киелері қатты болатынын түсіндім. Киесі ұратын, иә. Ал енді киелі жануарлардан, киелі құстардың адамға қандай пайдасы бар екенін білдік, иә. Сендерге қазір кластер бердім, осыған сауыт, иә, сауыт тобы. Осы жерде бағанадан бері бейне жазба көрдік қой. Мәселе бізде үлкен мәселе туындады ғой. Сол қандай мәселе туындап алды қазіргі кезде? Осы неге байланысты, киелі жануарларды аулауға байланысты. Сол мәселе, онда қандай салдарын айтасыңдар, себебі, туындаған мәселенің себебі және шешімі. Болып қойды, ал бірінші сендер сөйлеңдер. Туындаған мәселе. Браконьерлер жазықсыз киелі аң құстарды өлтіреді. Бұл үлкен мәселе, иә. Киелі жануарларда аң құстарды өлтіреді дейді. Бұл бізде үлкен туындаған мәселе. Не үшін мәселе? Өйткені біздің киелі жануарларымыз не істейді? Азайып жатыр. Салдары ол жануарларды өлтірсе, оның киесі ұрып, кедейлікке әкеледі. Кедейлікке әкеліп Себебі ол жаңағы браконьерлердің табиғаттағы жаңағы киелі жануарларды аяусыз жою. Яғни шешімі заң заңдылықты тоқтату үшін, яғни браконьерлерге яғни аң аулаушыларға штраф салу, яғни штраф салу немесе 8-ден 17 миллион аралығында штраф салу арқылы тоқтатылса болған. соңғы не шешімі? Бірінші мәселе, қазіргі таңда заңсыз аң аулау болып жатыр. Халқымыздың қасиетті жануарлары азайып жатыр, жеріне қырылып жатыр. Қасиетті жануарлардан айып қалып жатыр. Басты мәселе осы. Салдар. Яғни мен толықтай келісемін. Ал салдарына келсек, қазіргі таңда біздің елімізде киелі әрі сирек жануарлар азайып жатыр. Оған кесірінен біздің елімізге өте қатты зардап шегеді. Осы заңсыз әрекеттер браконьерлік арқылы жасалынады. Олар кие деген аң құстардың киелеріне браконьерлік айналысады. Қорытындылай келе, ұлы құндылыққа ие туа балаларымыздың айырылуымыз мүмкін. Сол себепті қаншама киелі жануарларымыздан айырылды, барлығы заңсыз аулаушылардан. Балалар енді есімдіктің бізде бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы есімдіктердің сөйлемдегі қызметі. Есімдіктер сөйлемде қандай қызмет атқаратынын қазір есімдік есім сөздердің зат есім, сын есім, сан есімнің орнына қолданылып, соларды нұсқап, меңзеп, сілтеп көрсетеді. Есімдіктерді біз неге айтамыз? Орнына сөздер деп айтамыз. Жақсы. Есімдіктер құрамына қарай екі түрге бөлінеді. Мен, олар, сендер, дәнемен, ал қосалғану арқылы кімде кім, өзіне, ал бірігу арқылы есімдіктер әртүрлі сөз табының орнына жүретіндіктен сөйлемде барлық сөйлем мүшесінің қызметін атқарады. Енді есімдіктер мағынасына қарай жеті топқа бөлінеді. Жікелі есімдік, сіздер есімдік, сұрақ есімдік, өзі есімдік, жалға есімдік. Енді есімдіктің сөйлемдегі қызметін қазір тереңдеп көретін болсақ, есімдіктер қандай қызмет атқарады? Бастауыш, баяндауыш қызметін, анықтауыш, ұстауыш және тоқтатуыш. Мысалы, мен жазбаймын өлеңді ермекші. Кімнің сөзі бұл? Мен деген кім деген сұраққа жауап беріп отыр. Зат есімнің сұрағына жауап беріп бастауыш болып отыр. Екінші, есімдіктер жіктеліп қолданылса баяндауыш болады екен.
мысалы менің іздегенім сенсің, әлемнің келген бала осы жерде балалар сенсің, осы есімдігі және баяндалыштың қыздырма айтқан иә. Үшінші кімге тапсектерге тұрып қандай жолташтың қыздырма. Төртінші балалар есімдіктер әлексеттікке немесе сын есіммен сан есімнің орнына қолданылып анықтаушы болады екен. Мысалы, әркімнің өз жолы бар. Әркімнің деген қандай заңға жауап береді? Кімнің белгісіздік есімдігінің әлексеттігінің жалғауы. Соңғы балалар есімдіктер мезгіл, енгізген мағыналарында үстеудің орнына қолданылса, пысықтауышты ол үйіне қашан асығатын. Ол кім? Қашан? Асығатын, әрқашан асығатын. Әрқашан бұл жерде белгісіздік есімдігі етістіктің алдында тұрып, пысықтауыш. Қандай пысықтауыш? Мезгіл пысықтауыш. Қайки балалар есімдіктің сөйлемдегі қызметі бүгінгі тақырыпты жазып алыңдар. Сендерге жазым тапсырмасына тапсырма беремін. Сол тапсырманы есімдіктің сөйлемдегі қызметін анықтайсыңдар. Қайки балалар ортақ болдық па? Енді тапсырманы тексерейік. Бірінші бәрі оны қолдап кетті. Кімдер есімдер кәдесінің орнына мысалы тұлғада тұрып тақтауыш болады. Мен айтарым сол, не сол баяндауыш болыпты. Менің анықтауыш кімнің? Менің есімдіктен жіктеліп қолданса, кімде баяндауыш қызметін атқарады. Ол әркіммен ақылдасуды жөн көрді. Кіммен ақылдасуды? Әркіммен ақылдасуды. Есімдік барыс намыс жас ішіңіз көмекте септіктерінен тұрып тоқтаушы болады. Бірнеше қанша дауыс қатар шықты. Ешбір қандай адам өзін жамандық тілемейді. Біздің дегеніміз болды. Кімнің? Біздің анықтауыш. Есімдіктер ілік септігін жалғауын жалғап және сын есімнің сан есімнің орнына қолданылып анықтауыш болды. Олар әлдеқашан кетіп қалған, қашан әлдеқашан пысықтауыш. Олар кімдер? Олар бастауыш. Есімдіктер мезгіл мекен істеулердің орнында қолданылып пысықтауыш болады. Бірінші, олар үнсіз отырып қалды. Кімдер? Олар есімдіктер зат есімнің орнына жұмсалып, атау тұлғада тұрып бастауыш болады. Анамызды тіледіңіз біз. Менің анықтауыш кімнің деген сұраққа жауап береді. Есімдіктер жіктеліп қолданса, сөйлемдегі баяндауыш қызметін атқарады. Жақсы, келесің. Бұл ешкімге айтпағызды болсын, кімге айтпаған ешкімге. Мына ақылына апарып бересің. Мені ешқайсында арнайы рұқсаты жоқ, кімге ешқайсында. Тапсырма бәріне сұралады. Кімге? Есімдіктер барысы таза шығыс көмектес болып, септіктерін тұрып бастауыштан болады. Әңгіме қашан аяқталған. Ол қайда бармауға бел байлады. Есімдіктер мезгіл мекен үстеулерінің орнына қолданылып пысықтауыш болады. Барлығының көпіршілігі қайт бір жерден шықты. Бұл қайт кірді, бәрі құлпары бірнеше қанша дауыс қатар шықты. Есімдіктер ілік септігінің жалғауынан жалғап және сын есімді сан есімнің орнына қолданылып анықтауыш болады. Қолда бар осы жерде бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, толықтауыш, қайсы пысықтауыш, қайсының қызметін атқарыпты? Баяндауыштың ба? Ал тексеріп көрейік. Жақсы, мен қазақпын деп мақтанамын. Бастауыш тексеріп көрейік. Жақсы, біреуге жақсылық етсең, жақсылығында міндет етпе. Толықтауыш тексеріп көрейік. Жақсы, анаңды Меккеге 3 арқалап барсаң да, қарызыңнан ешқашан құтыла алмайсың. Өзіңді бармен өзге ұрып, артыңды деме өзге деме. Ешқайсының үні шықпады. Келесі, сабағымды өзім орындайын. Өздік есімдігі дұрыс. Жасым нешеде? Сұрау. Есімді сұрау. Мен қазір онжамын. Жерде тұрған мен. Ешкім жауап берген жоқ. Жақсы, ешкім. Бірнеше дауыс естіледі. Жақсы, мына тапсырманың орнында. Жақсы, мына сіздер есімді. Сабақта түгел оқушылар. Жақсы, балалар. Ал енді балалар, үйге тапсырма есімдіктің сөйлемдегі қызметіне 5 сөйлемден жазып беремін.
тапсырманы жақсы орындады. Сау болыңдар.